Жалпы ресми деректерге сүйенетін болсақ, Атырау облысында 208 мыңға жуық жас өмір сүреді. Олардың 157 мыңы экономикалық белсенді болса, 10.506-сы нет санатындағы, яғни еш жерде оқымайтын, жұмыс жасамайтын жастар. 2024 жылы осы біздің басқармамен бірқатар жұмыстар жүзеге асырылған болатын. Атап өтетін болсақ, 17 мемлекеттік әлеуметтік жоба жүзеге асып, барлығы 300-ге жуық қара өтіп, 25 мыңға жуық жас бұл жұмыстармен қамтылған болатын. Енді 2024 жылы жалпы жұмыс мәселесі бойынша қала және аудандық мансап орталықтарына барлығы 26 мыңға жуық жас хабарласып, олардың 13 мыңға жуығы жұмыспен қамтылған болатын. Тұрғын үй мәселесі жастардың көкейінде жүрген бір сондай өзекті мәселелердің бірі. 2024 жылы жалпы 160 жасты тұрғын үй мәселесімен қамту жоспарланған болатын. Солардың Атырау жастар бағдарламасымен 115-і және Атыраудан жастармен 13-і тұрғын үймен қамтамасыз етілді.